Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бүгін мен Арсенчик. Достар, бүгін бізде көптен күткен видео. Достар, бұл видеоны мен баяғыда түсірген едім, бірақ енді монтажда отырмын. Кешіріңдер, менде қанша ай болды видео шықпағалы. Достар, қазір біз үшін бұл видеода мына наградалардың бәрін ашатын боламыз, қараңдар. Яғни достар, бұны мен биыл шығып жатқан кезде түсірген едім. И міне үшін достар, мына наградалар. Сонымен достар, қазір монтажда отырмын. И сосын достар, бізде магазинде еще мынандай подарктар бар екен. Осылардың бәрін ашқан едім біз. Так, зеттат бәтір қазір. И сосын достар, мына ақшанты аламыз. Ошын достар, сендерді осы видеомен және де бір музыка қойып, сонымен қалдыратын болам. Ендеше көріп кетіңдер.
общем айтканда достар, бүгүнкү видеодо маған El Primo'нун пассивкасы түстү. И сосын Colt'тың мынау гаджети түстү. Сосын барып Эмизди сила 9 кылдырдым бул кезде мен. Және де достар, Фрэнктің мына гаджет түскен етін. Сосын барып Джекиди сила 9-га кылдырууга болатын еді, бірақ маған ақша керек болды. Сосын достар, Барлиді да және де мына жерде Спайкты мен көтердім сила 9-га 3 тобы. Бұл уже екінші рангта сила 9 болды. И маған достар бұл кезде Лу түсті. Луды 4-ші силаға дейін көтердім. И берілген очки силасына байланысты. Мистер Пны да осылайынан сила 3 болған екен. Белді да көтерген етімін. Бұл сила 4 болды. И Коллетті көтердім. Осы жерден тоқтадым. И өйткені менде мына Джекидіма Барлидіма көтерейін деп тұрдым да осы жерде. И сосын Барлиді көтере салдым. Өйткені достар, мен Барлимен көбірек ойнаймын, что Джекиге қарағанда. Сол үшін ғой түсіп кеткен көбі. Ошын достар, осы кезде маған Коллет, Сту, Датова, Мор түсті 8 силаға да көтеруге болатын еді. И сосын достар, Бияның гаджеті түскен етін. Осылайша достар, менің видеом осыдан аяқталған етін. Сендер осы видеоны көргендеріңе көп рахмет. Және де арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар достар. Келесі кездескенше сау болыңдар.